Балалар, осымен біз құлагер поэмасының желісін жақсы түсіндік, топтар арасында өз-өзіміз талдадық. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, қазақта құлагерді бәрі айтады, серінің серігі деп айтады. Ат сыры есіне мәлім деп жүр тегінде, мал көрмесең неге айтады. Яғни біз құлагердің ахан үшін қандай ерекше жануар екен, ол жалғыз аханның жануары ғана емес, оның жан серігі, өмірлік жолдасы, қасындағы мұңдасы, сырласы екенін де білдік. Енді келесі тапсырма еркін жазба әдісі арқылы аханның құлагерді жоқтауын әрі қарай өз шеберлігімізбен, өз шығармашылығымызбен жалғастырып жазамыз. Өлең түрінде немесе қара сөз түрінде. Сендерге берілген тапсырмада не болдай бай-бай саған құлагерім, су алдың сорлы үйінен бұлақ едің. Тірегі көңілімнің бәйтерегім, бұл жерге қалайша құлап едің деген аханның емірене жоқтауын автор стилі бойынша жалғастырып жазамыз. Қазір уақыт беріледі. Тез-тез жеке жұмыс орындай қояйық. Мысалға жазу. Ал балалар, тапсырманы орындап болдық па? Кәне, қай топ болды бірінші? Құлагер тобы, және байшуақ топтары болды, иә? Ал кім оқиды бірінші болып тапсырманы? Айбатыр? Қандай жолмен жаздың? Өлең шығардың ба, әлде қара сөз болып жаздың ба? Өлең шығардың. Жақсы, оқи ғой. Не болдай бай саған құлагерім, су алдың сорлы үйіңнің бұлақ едің, тірегі көңілімнің бәйтерегім, бұл жерге қалайынша құлап едім. Атым өліп, астан шаршап қайттым үйге, таумен жасты жоқтағандай солмен бірге, ардақтап ат байлаған бір ағаштың, қастерлеп құлагердің ілді басын. Көргенде құлагердің дерті қатты, жүрген жер құлагермен жанға батты. Кетер күн құлагердің жатқан жерін құшақтап, жер бауырлап жылап жатты. Жарайды, әдемі шығармашылық жұмыс жасаған, иә? Тағы осы құлагер тобынан кім оқиды? Жансая? Не болдай бай-бай саған құлагерім, су алдың сорлы енің бұлақ едің. Тірегі көңілімнің бәйтерегім, бұл жерге қалайынша құлап едің. Құлагер, айналайын шабысыңнан, атағың елге шыққан дыбысыңнан. Біліп ем өлеріңді құлагерім, шыңғырған түсіндегі дауысыңнан. Құлагер, шешең сұңқар, әкең тұлпар, соғып ең дүниеңде 8 арқар. Сен өлсең орның басар төкпесі бар, болады Құдай қосса ода тұлпар. Қандай тамаша сендегі аханның күшті жан сезімін өлең арқылы жеткізіп тұр. Ал тайбурыл тобынан кім оқиды? Жанерке? Не болдай бай-бай саған құлагерім, су алдың сорлы енің бұлақ едің. Тірегі көңілімнің бәйтерегім, бұл жерге қалайынша құлап едің. Сен кеттің, көңілімнің бәрі кетті, жүрегімді құлагер жұлып кеттің. Әлеммен шығаруға ішкі дертті, болмастай, тұра алмастай халге жеттім. Жанеркеде өлең шығарды, иә? Тағы кім оқиды? Әбіләкім, оқисың ба? Нұрзат? Құлагер айналайын жүлде алғаным, басындай ақ қарулының күш алғаным. Барғанда ақыретте пырағым бол, қызығы көре алмадым бұл жалғаннан. Ал енді байшығар тобына келдік, иә? Сезім, оқиғы. Не болдай бай-бай саған құлагерім, су алдың сорлы еніңнің бұлақ едің. Тірегі көңілімнің бәйтерегім, бұл жерге қалайынша құлап едің. Міндім де саралама тұра шаптым, бәйгалам де бұл үстен далал таптым. Намазшам, намаздыгер арасында баланы жылап тапқан әрең таптым. Айрылғанда мен сенен құлагерім, қынжыладым, қайғырдым, жылап едім. Жанымның тыныштығын таба алмай, үміттің биігінен құлап едім. Сен кеттің, мына жалған жерге сыймай, мен тұрман көзімдегі жасты тыймай, қызғаныштан әлде бір
әлде болды бір сатқанда жас жуда жанарымда қайғы тыймай. Қандай тамаша, біз нағыз ақын екенбіз ғой, қандай аханның ішкі сезімін, шынайы аханның орнына өзімізді қойып құлагерді жоқтай алдық. Тағы кім бар? Нұрзия? Нұрислам. Құлагерім сәйгүлігім, бұл жерге не үшін сен құлап едің? Менің өмірлік жолдасым әрі тірегім, сенсіз енді оңым, әрі өмірім не болмақ? Менің жан дүнием емес, тек жансыз сұлбам әрі бейнем қалды. Сен үнемі менің ойымдасың, сені ойлаған сайын мұң жанымды жегідей жейді. Тамаша. Нұрислам қалар қандай жолмен жазып отыр? Қара сөз арқылы, яғни аханның ішкі сезімін қара сөздер арқылы жеткізіп тұр. Тағы оқитындар бар ма, оқушылар? Нұрзия? Оқи ғой. Неболдай бай-бай саған құлагерім, суалдың сорлы еңнен бұлақ едің. Тірегі көңілімнің бәйтерегім, бұл жерге қалайынша құлап едің. Батыраш тағдыр балта сілтегенде қапыда өлім құшқан құлагерім. Құлагер, құлантайым, енді сенсіз өмірім қара түнек, жаным тыныш табар емес. Қызғаныштан сенің жаныңнан қиылғаны менің жаныма батып отыр, құлантайым.